Бұл азаматтың аты жөні болашақпен тығыз байланысты. Жоқ, аты келешек емес. Өзі сол болашақтың түлегі. Халықаралық қатынастардың шебері, мемлекеттік басқарудың магистрі. Алдарыңызда халықаралық бағдарламалар орталығының президенті Ғани Нығметов. Қарсаңыздар. Қош келдіңіз. Рахмет. Студиямызда көргеніңізге қуаныштымыз. Бірден сұхбаттан бастайық. Мемлекеттік басқару маманы екенсіз. Жалпы мемлекетті қалай басқарғанда кедейлер мен байлардың арасында теңдік орнайды. Жалпы сондай мүмкін бе негізі? Енді сондай жағдайлар жасау бәрімізге, барша халыққа ол менің ойымша басты мақсат. Енді Черчилль айтқан, демократия ол енді ең жақсы басқару жүйесі емес, бірақ одан басқа адамзат әлі тапқан жоқ. Сол себепте менің ойымша ең қазір басқару жүйесі ол демократия болса, менің ойымша ол дұрыс болады. Қазақстан мемлекеті менің ойымша сол бағытта жақсы дамып келе жатыр. Демократия дейсіз. Яғни демократия болған жерде біз бұндайға жетуіміз әбден мүмкін дейсіз ғой. Жалпы осы демократия деген түсінікті әркім әрқалай түсінеді. Сіздің ойыңызша демократия деген не ол? Енді демократия ол саяси жүйе. Демократия дегеніміз халық, биліктің басты көзі ол халық. Халық өз билігін президент, парламент, тағы басқа салайтын органдар арқылы іске асырады. Ең басты шешімдер халықтың келісімімен жасалу керек. Мен үшін осы демократия. Түсінікті. Мына енді сіз шетелде болашақпен оқыдыңыз. Шетелде оқып жүрген Орта Азия мемлекеттері деп отырсыз, сол Орта Азия мемлекеттерінен біздің санымыз көп пе, жоқ? Студенттер арасында. Әрине, біз мысалы қазақстандықтар шетелде көп оқып жатыр. Министрліктің ақпаратына қарасақ, 30 мыңнан аса айтып кеттім, жаңа студенттер шетелде білім алып жатыр. Соның ішінде болашақпен тек қана 2,5 мыңы. Қалғаны өз арқылы оқып жатыр. Соның ішінде Ресейде, Қытайда, Америкада, Ұлыбритания, көптеген елдерде оқып жатыр. Бұл дегеніміз жалпы халықаралық білімнің Қазақстанға керек екенін көрсетеді. Халықаралық тәжірибе керек екенін көрсетеді. Неге Қазақстаннан көп, ал басқа мысалы біздің көрші мемлекеттерден, сол Орта Азия мемлекеттері, Өзбекстан болсын, Қырғызстан болсын, ол жақтан неге осыншама біздегі сияқты көп студенттер ол жаққа бармайды? Мысалы, мен шетелде болғанда ақш-та Түркмениядан студенттер болды, Өзбекстаннан студенттер болды. Бірақ олар мұндай болашақ сияқты стипендиялар олар жоқ. Оларда жоқ. Көбінесе олар оқитын стипендиялары, шетел мемлекеттің стипендиялары. Бір-екі сан, тек қана аз. Оларды да келгеннен кейін өзінің жаңағы потенциалын елімізде іске асыра алмаймыз деп жатыр. Сосын көбінесе қалғысы келеді шетелде. Менің ойымша Қазақстан студенттері ерекше оларға жақсы жағдайлар жасалған. Соның ішінде болашақ стипендиясы. Мемлекет арқылы жақсы білім алып келіп, Қазақстанда өз потенциалын іске асыра алады. Қазақтың қарапайым қара домалақ боласы, ауылда жүрген мысалы, бірақ ынтасы өте жоғары, оқығысы келетін бала болашақ стипендиясына қалай қол жеткізе алады? Мектеп бітіргеннен кейін бірден баруына бола ма? Мектеп бітіргеннен кейін баруға болмайды. Бірақ неге бакалавриат жоқ? Енді бакалавриат болашақ бағдарламасы арқылы болды. Қазір 2011 жылдан бастап бакалавриат бойынша бағдарлама жабылған. Басты себебі менің ойымша Назарбаев университетінің ашылуы. Өзіміздің елімізде сондай мықты университет пайда болғаны, сол университетті дамыту мақсатында жасалып отырған менің ойымша дұрыс. Мысалы, біздің көптеген халықаралық эксперттерімізде, мамандарымызда айтып жатады, осы әлемде болашақ сияқты үлкен бір 11 стипендия бар екен. Соның ішінде Сауд Арабиясы, Бразилия стипендиялары, мемлекеттен стипендиялары. Оларда бакалавриат бар? Оларда бар, бірақ олар бакалавриатты бізде академическая мобильность деген бар. Бір семестрге шетел оқу орнына барып келу. Олар осы жаңағы стипендия арқылы жібереді. Бірақ саны көпті, сапасы аз бағдарламалар, менің ойымша. Соның ішінде мамандар да соны айтып жатыр. Жалпы шетелге оқуға көбінесе жасы келген, тәжірибесі бар жас азаматтарды жіберу керек деген сондай рекомендация беріп жатады. Сол себептен бакалавриат жабылғаны менің ойымша дұрыс. Қазақстандағы
өзіміздің жоғарғы оқу орындарымызды дамыту керекпіз, потенциалын көтеру керекпіз. Соның ішінде жаңа мен айтып кеттім, Назарбаев университет ағылшын тілінде беретін қазір зерттеу университеті болып отыр. Қаншама жақсы шетелден профессорлар шақырылды. Ол жерде қазір 3 бакалавриат мектебі ашылды. Жаңағы техникалық мамандықтар бойынша, инженерия мамандықтары бойынша. Сол себептен жаңағы білімнің импортын азайтып, өзіміздің жақсы университеттен құру мақсатында жасалған менің ойымша шара. Осы болашақпен шетелге көбіне кім кетеді стипендиясымен? Қазір мысалы жылына біз 1000 стипендия мемлекет тарапынан бөлініп отыр. 1000 стипендия, 1000 адам шетелге бара алады. Соның ішінде 50% қазір магистратура бойынша барып жатыр. И 45%-дай жаңағы тағылымдама дейді, стажировка орысша айтқанда, соған жіберіледі. 5%-дай докторантура, PhD дәреже бойынша жіберіп отырмыз. Келешекте біздің мақсатымыз магистрлардың санын көбейту, жаңағы стажерлардың санын азайтып, сол академиялық оқуға жіберу мақсатымыз бар. Жалпы осы бағдарламаның болашағы қандай? Болашақта қандай тағы да жоспарларыңыз? Енді елбасы президентіміз 20 жылдық мерейтойда форумында айтып кетті. Бұл стипендия адами капиталды дамыту барысында ең үлкен жоба деді. Қазақстанның тарихында бір алтын бетте жазылған сондай бағдарлама деді. Жаңа мақсаттар қойды. Соның ішінде жаңағы 5 жылдық біздің индустриально-инновационный программамыз бар, бағдарламамыз. Соған кадрларды дайындау, техникалық, инженерлік саласында көбірек кадрларды дайындау. Соны біз қазір дайындап жатырмыз. 3 жылдың арасында 3,5 мыңдай техникалық мамандар болашақ арқылы дайындалады. Соған үлкен көңіл бөліп жатырмыз. Бұл біріншіден. Екіншіден, мен айтып кеттім, магистрлардың санын көбейту. Сол себептен осы қазір өзгерістер жасалып жатыр. Келесі жылдан бастап Қазақстанның магистрі бар, дәрежесі бар азаматтарды да болашаққа түсе алатын болады. Ол дегеніміз магистрлардың санын көбейтіп, шетелде екінші мамандық алып келуге сондай мүмкіншілік болады біздің азаматтарымызда. Бұның бәрі менің ойымша үлкен жасалып жатқан қамқорлық мемлекет жағынан. Екіншіден, менің ойымша жалпы азаматтарымыздың біліміне жасалған инвестиция ең мықты инвестиция. Ғани мырза, енді сұхбатыңызға көп рахмет. Уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келгеніңізге тағы бір рахмет. Болашақта осы болашақ бағдарламасының жарық жұлдыздары елімізде көбейе берсін. Еліміздің экономикалық жағдайы болмасын, саяси жағдайы, әлеуметтік жағдайы көтеріле берсін деген тілек ниетіміз бар. Көп рахмет сізге. Рахмет. Жақсы күндерде кездескенше. Рахмет сізге.